Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Нұреке доктор каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте маңызды тақырыпта сөйлескім келеді. Витаминдер туралы. Дәрігер ретінде мен жиі мынадай сұрақ естимін. Нұреке, қандай витамин ішейін? Дүкенде көп, қайсысын алайын? Адамдар дәріханаға барады, витамин комплекстерін алады. Коллаген капсулалары, пробиотик таблеткалары, омега-3, кемір, кальций. Бір айлық курс бірнеше мың теңге, кейде 10 мың теңгеден астам. Ал мен бүгін сізге бір шындықты айтайын. Осы қымбат витаминдердің бесеуінің орнын 5 қарапайым тағамдар толық басады. Ол тағамдар базарда сатылады, үйде дайындалады. Бабаларымыз ғасырлар бойы жеп келген. Бүгін мен сізге сол 5 тағамды айтамын. Олар қандай витаминнің орнын басатынын, неге дәріден жақсырақ екенін, және қалай пайдалану керектігін түсіндіремін. Соңына дейін тыңдаңыз, көрермендер. Мүмкін бүгіннен бастап дәріханаға баратын ақшаңыздың бір бөлігін үнемдейсіз. Бастайық. Тізімге кіріспес бұрын маңызды бір нәрсені айтып алайын. Неге табиғи тағамдағы витамин таблеткадағы витаминнен жақсы? Бірінші себеп сіңімділік. Табиғи тағамдағы витаминдер матрикс деп аталатын тағам құрылымына енген. Яғни олар белоктармен, майлармен, талшықтармен бірге келеді. Осы қосымша заттар витаминнің ағзаға сіңуін жеңілдетеді. Таблеткадағы витамин жеке, жалғыз, сіңумен нашарырақ. Мысалы, тағамдағы С дәрумені биофлавоноидтармен бірге келеді. Олар С дәруменінің сіңімін 2-3 есе арттырады. Таблеткадағы С дәрумені жалғыз. Ол тезірек ыдырайды, аз сіңеді. Екінші себеп дозалау. Тағамнан артық витамин алу қиын. Дене қажет мөлшерді алады, артығын шығарады. Таблеткадан артық алу оңай. Кейбір витаминдер артық болғанда зиянды. А дәрумені, Д дәрумені, майда ергіш, денеде жиналады. Артық жиналса, улану болады. Үшінші себеп бірге келетін заттар. Тағамда витаминнен бөлек минералдар, антиоксиданттар, ферменттер, талшық бірге келеді. Олар бірін-бірі толықтырады. Таблеткада тек витамин. Бірақ ескерту, кейбір жағдайда таблетка керек. Ауыр жетіспеушілік болса, дәрігер жазса, таблетка ішіңіз. Мен таблетка ішпеңіз деп айтпаймын. Мен алдымен тағамнан алыңыз деп айтамын. Міне, енді 5 тағамға кіріселік. Бірінші тағам құрт. Ол кальций таблеткасы мен пробиотик комплексінің орнын басады. Дәріханада кальций таблеткасы айына 2-3 мың теңге. Пробиотик комплексі айына 5-10 мың теңге. Екеуі бірге 15 мың теңгеге дейін. Ал құрт базарда арзан. Неге құрт осынша пайдалы? Кальций туралы айтайын. Бір кішкентай құртта 1 стакан айранмен тең кальций бар. Бұл таңғаларлық. Себебі құрт ашытылған, суы сығылып алынған концентрирленген сүт өнімі. Барлық пайдалы заттар шоғырланған. Бірақ таблеткадағы кальцийден айырмашылығы бар. Таблеткадағы кальций, кальций карбонаты, немесе кальций цитраты. Олардың сіңімі 20-30%. Яғни 100 мг кальций жесеңіз, 20-30 мг ғана сіңеді. Ал тағамдағы кальций лактозамен, казеинмен, Д дәруменмен бірге келеді. Сіңімі 50-60%. 2 есе жақсы сіңеді. 60-тан кейін кальций жетіспеушілігі остеопорозға апарады. Сүйек жұғарады, сынғыш болады. Бір жығылудан сан сүйегі сынады. Осының алдын алу үшін таблетка емес, күнде 2-3 дана құрт жеңіз. Ендеше пробиотик туралы айтайын. Пробиотик – ішектегі пайдалы бактериялар. Дәріханада пробиотик таблеткасы қымбат. Лактобактерия, бифидобактерия деп жазады. Бірақ таблеткадағы бактериялар кептіріліп капсулаға салынған. Ішекке жеткенде тірілер азаяды. Құрттағы бактериялар табиғи ашыту процесінде пайда болған. Олар ұйқыда болады. Ішке түскенде қайта оянады, белсенді болады. Тірі белсенді бактериялар ішекті қалпына келтіреді. Қалай жеу керек? Күнде 2-3 дана құрт жеткілікті. Тістеп баяу ерте жеңіз. Жұтпаңыз. Баяу ергенде пайдалы заттар тікелей сімеді. Тамақтың арасында немесе тамақтан кейін тамаша. Бірінші тағам құрт. Кальций мен пробиотиктің арзан табиғи көзі. Екінші тағам сорпа. Ол қымбат коллаген капсулалары мен желатин баттарының орнын басады. Дәріханада коллаген айына 10-20 мың теңге. Теріңізді жасартады, буынымызды нығайтады деп жазады. Адамдар сатып алады. Бірақ оның ішіндегі коллагенді сорпадан да алуға болады. Анағұрлым арзан, анағұрлым тиімді. Коллаген дегеніміз не? Ол ең көп кездесетін белок. Теріде, сүйекте, буын шеміршегінде, тамырда, бәрінде коллаген бар. 60-тан кейін ағза коллаген өндіруді азайтады. Тері әжімденеді, буын ауырады, шеміршек жұқарады. Сорпаның сыры. Ол ұзақ қайнатылғанда сүйектен коллаген бөлінеді. Коллаген желатинге айналады. Ол сорпаны желімдететін зат. Суытқан сорпа қатып қалады, осы желатиннен.
Бірақ таблеткадағы коллагеннен сорпаның бір үлкен артықшылығы бар. Таблеткадағы коллаген гидролизденген, яғни ыдыратылған. Ол жай амин қышқылдарына айналды сіңеді. Ал сорпадағы коллаген глицин, пролин, гидроксипролин деген амин қышқылдармен бірге келеді. Олар коллаген синтезін тікелей ынталандырады. Яғни сорпа ішкенде дене жана коллаген өндіруге ынталанады. Таблетка тек шикізат береді. Сорпа шикізатта береді. Фабрикында іске қосады. Сорпадағы желатин ішек ішінде тамаша. Ол ішек қабырғасын жазады, тығыздайды. Улы заттар қанға өтпейді, иммунитет күшейеді. Минералдар сорпаның тағы бір байлығы. Кальций, магний, фосфор, калий бәрі сорпаға шығады. Тікелей сіңімді күйде. Қалай дайындау керек? Сүйекті ең кемінде 5-6 сағат қайнатыңыз. Жылқы сүйегі, қой сүйегі тамаша. Тұзды аз салыңыз. Пияз, сарымсақ, сәбіз қосыңыз. Аптасына 3-4 рет ішіңіз жеткілікті. Суытылған сорпа қатса, дұрыс жасалған, коллагені мол. Екінші тағам сорпа. Коллаген капсулаларынан арзан, пайдалы, дәнді. Үшінші тағам қызылша. Ол темір таблеткасы мен фолий қышқылы витаминінің орнын басады. Дәріханада темір таблеткасы айына 2-4 мың теңге, фолий қышқылы тағы бірнеше мың. Ал қызылша базарда тиын тебен. Неге темір маңызды? Темір гемоглобиннің негізі. Гемоглобин қызыл қан жасушасындағы белок. Ол оттегіні тасиды. Темір жетіспесе анемия, яғни қансыздық дамиды. Шаршау, бас айналу, тыныс жетіспеушілігі осы белгілер. 60-тан кейін темір сіңімі азаяды, асқазан қышқылы азаяды, ал кемір сіңімі үшін қышқыл керек. Сондықтан 60-тан асқан адамдарда анемия жиі кездеседі. Қызылшадағы темір гем емес темір, яғни ет темірінен сіңімі аздау. Бірақ қызылшада С дәрумен де бар. Ол темірдің сіңімін 2-3 есе арттырады. Яғни қызылшада темір мен оның кілті бірге бар. Ал таблеткадағы темір жиі асқазанды тітіркендіреді, іш қатады, жүрек айнуы болады. Сондықтан кейбір адамдар темір таблеткасын іше алмайды. Қызылша осы жанама әсерлерсіз темір береді. Фолий қышқылы туралы айтайын. Фолий қышқылы В тобының дәрумені. Ол жаңа қан жасушаларының өндірілуіне қатысады. Жетіспесе, мегалобластта анемия дамиды. Ми жұмысы нашарлайды. Жүйке жүйесі зардап шегеді. Қызылшада фолий қышқылы мол. 100 грамм қызылшада тәуліктік фолий қышқылы қажеттілерінің 20% бар. Қызылшадағы бетаин бауырды қорғайды. Антиоксиданттар бос радикалдарды жояды. Нитраттар тамырды кеңейтіп, қан айналымын жақсартады. Қалай жеу керек? Шикі қызылша ең пайдалысы. Ұсақтап, лимон шырыны мен зәйтін маймен жеңіз. Немесе қызылша шырыны таңертең аш қарынға бір кесе. Пісірілген қызылшада жарайды. Аптасына 3-4 рет жеткілікті. Үшінші тағам қызылша. Кемір мен фолий қышқылының ең арзан табиғи көзі. Төртінші тағам жұмыртқа. Ол В12 дәрумені мен Д дәрумені капсулаларының орнын басады. Дәріханада В12 ампуласы немесе таблеткасы айына бірнеше мың теңге. Д дәрумені капсуласы тағы бірнеше мың. Екеуі бірге 10 мың теңгеге жетеді. Ал жұмыртқа ең арзан өнімдердің бірі. 12 дәрумені туралы айтайын. Бұл дәрумен жүйке жүйесі мен қан жасушалары үшін өте маңызды. Жетіспесе, шаршау, ұмытшақтық, аяқ-қол ұйыңқырауы, жүйке ауруы. 60-тан кейін В12 жетіспеушілігі өте жиі. Себебі асқазан В12-ні сіңіруге қажетті ішкі фактор деп аталатын затты аз өндіреді. Жұмыртқадағы В12 ең жоғары биологиялық қолжетімді түрде. Яғни ағза оны тікелей еш қиындықсыз сіміреді. Бір жұмыртқада тәуліктік В12 қажеттілігінің 20% бар. Күнде 2 жұмыртқа жесеңіз 40% жабылады. Д дәрумені туралы айтайын. Д дәрумені күн дәрумені деп аталады. Кері күн сәулесінде Д дәруменін өндіреді. Бірақ Қазақстанда қысқы айларда күн аз. Сондықтан қыста Д дәрумені жетіспеушілігі жиі болады. Д дәрумені жетіспесе, иммунитет төмендейді, сүйек сынғыш болады, депрессия, шаршаулық пайда болады. Жұмыртқаның сарысында Д дәрумені бар. Бір жұмыртқада тәуліктік Д дәрумені қажеттілігінің 10% бар. Бұл аз сияқты, бірақ табиғи Д дәрумені таблеткадағыдан жақсы сіңеді. Себебі майда ерігіш. Ал жұмыртқада майда бар. Жұмыртқадағы холин мидың жұмысы үшін өте маңызды. Холин жетіспесе, жат нашарлайды, зейін шашырайды. 60-тан кейін мидың холинге қажеттілігі артады. Жұмыртқадағы лютеин мен зеаксантин көз тошасын қорғайды. 60-тан кейін катаракта, макулодистрофия қаупы артады. Жұмыртқа соның алдын алады. Қалай жеу керек?
Күнде 2 қайнатылған жұмыртқа тамаша. Қайнатылған жұмыртқаның пайдасы қуырылғаннан жоғары. Таңертеңгі тамаққа жесеңіз, күні бойы энергия береді, ұзақ тойдырады. Маңызды ескерту. Жұмыртқа холестеролды жоғарылатады деген ескірген пікір. Қазіргі ғылым. Сау адамда күнде 2 жұмыртқа холестеролға елеулі әсер етпейді. Жүрек ауруы барлар дәрігермен кеңессін. 4-ші тағам. Жұмыртқа. В12 мен Д дәруменінің ең қолжетімді табиғи көзі. 5-ші тағам. Айран. Ол қымбат пробиотик таблеткаларының орнын толық басады. Дәріханада пробиотик, лактобактерин, линекс, бифидумбактерин айына 5-10 мың теңге. Жарнамасы жақсы, қаптамасы сұлу. Бірақ олардың ішіндегі бактериялар кептірілген, капсулаға салынған. Ішке жеткенде қанша тіріледі белгісіз. Ал айрандағы бактериялар тірі, белсенді. Қазір ішіп жатырсыз, бактериялар тікелей ішекке жетеді. Ішек туралы бір маңызды нәрсе айтайын көрермендер. Ішек екінші ми деп аталады. Онда 100 триллионнан астам бактерия тұрады. Олар микробиом деп аталады. Осы микробиом иммунитетті реттейді. Иммундық жасушалардың 80% ішекте. Микробиом сау болса, иммунитет мықты. Гормондарды реттейді. Серотонин бақыт гормоны 90% ішекте өндіріледі. Микробиом бұзылса, депрессия, мазасыздық пайда болады. Зат алмасуды реттейді. Микробиом тамақты қорытуға, витаминдер өндіруге қатысады. Айранда лактобактерия мен бифидобактерия. Олар дәл осы пайдалы бактериялар. Айран ішкен сайын ішекке пайдалы бактериялар жетеді. Ішек микробиомасы жаңарады. Айрандағы лактоза кейбір адамдарда ас қорытуды қиындатады деп ойлайды. Бірақ айранда лактоза ашту барысында ішінара ыдыраған. Сүтке қарағанда айранды сіміру оңайырақ. Айрандағы кальций да жоғары. Бір стакан айранда тәуліктік кальций қажеттілігінің 30%. Сонымен қатар калий, магний, фосфор, жүрек пен бұлшықет үшін. Айрандағы В тобы дәрумендері В2, В12 жүйке жүйесімен энергия алмасу үшін. Айран ұйқыны да жақсартады. Ішіндегі триптофан, мелатонин өндіруге қатысады. Кешкісін бір стакан айран балмен бірге тамаша ұйқы дайындайды. Қалай ішу керек? Күнде 1-2 стакан жеткілікті. Таңертең немесе тамақтан кейін. Кешкісінде жарайды. Үйде жасалған айран дүкеннен алынғаннан жақсы. Бір ас қасық дайын айранда 3 литр жылы сүтке қосыңыз. Жылы жерге қойыңыз. 8-10 сағат өтсін. Дайын. 5-ші тағам. Айран. Пробиотик таблеткасынан арзан, тірі, табиғи. Міне, 5 тағамды да айтып шықтық. Енді оларды қалай күнделікті өмірге енгізу керектігін айтайын. Таңертең 2 қайнатылған жұмыртқа, В12 мен Д дәрумені, 1 стакан айран, пробиотик, жанына 2-3 дана құрт, кальций. Түскі тамақ, 1 кесе сорпа, коллаген мен желатин, жанына қызылша салаты, кемір мен фолий қышқылы. Кешкісін 1 стакан айран, пробиотик, ұйқыға дайындық. Осы тәртіпті 1 айға ұстаныңыз. Содан кейін денеңізді тексеріңіз. Анализ тапсырыңыз. Нәтижені дәрігермен бірге бағалаңыз. Маңызды. Бұл тағамдар жеңіл жетіспеушіліктің алдын алады. Ауыр жетіспеушілік болса, дәрігер тағайындаған витаминді ішіңіз. Тағам мен таблетканы біргеде қолдануға болады. Олар бір-біріне кедергі жасамайды. Міне көрермендер, бүгінгі видеоны қорытындылайық. Қымбат витаминдердің орнын басатын 5 қазақы тағам. 1-ші құрт. Кальций таблеткасы мен пробиотик комплексінің орнын басады. Күнде 2-3 дана. 2-ші сорпа. Коллаген капсулалары мен зелатин баттарының орнын басады. Аптасына 3-4 рет. 3-ші қызылша. Темір таблеткасы мен фолий қышқылының орнын басады. Аптасына 3-4 рет. 4-ші жұмыртқа. В12 мен Д дәрумені капсулаларының орнын басады. Күнде 2 дана. 5-ші айран. Пробиотик таблеткаларының орнын басады. Күнде 1-2 стакан. Осы 5 тағамның ортақ қасиеті бәрі қазақ дастарханының тағамдары. Бәрі қолжетімді, бәрі арзан, бәрі табиғи. Бабаларымыз дәріхана білмеді, бірақ олар ауырмады. Сыры осы тағамдарда болды. Бүгіннен бастаңыз көрермендер. Ертеңіне таңертең жұмыртқа мен айран, кешкісін сорпа, арасында құрт. Аптасына бірнеше рет қызылша. 1 айдан кейін өзіңіздің өзгергеніңізді сезінесіз. Бүгінгі видео пайдалы болды деп ойласаңыз, лайк басыңыз. Жақындарыңызға жіберіңіз. Олар да үнемдесін. Жазылыңыз. Алдағы видеоларда тағы да маңызды тақырыптар болады. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, ақшаларыңыз орнында болсын көрермендер. Сау болыңыздар.